Қарағандыда демей-ақ қояйық, Қазақстанда кәсіп ашу оңай ма? Соны айтпасақ болмай ма? Жоқ, айтпауға да болады. Ол жақтағы түріктер, қазақтар жайлы ойы қалай түріктердің? Просто айта салыңыз. Бізге бәрі. Сол Сталин уақытында Сталин бөлген ғой барлығын. Басқа этностың да мемлекеттік тілді біліп тұрғаны бір таңғалатын дүние болмау керек секілді. Подожди, правильно я говорю или нет? Күшті айтып жатсыз, негізі. Бөлінбей өмір сүру мүмкін ба біздің? Кетіп жатыр ма? Оны просто қиып аламыз өзіміз айтып. Мен түршем автоматически болып кетті что-то. Армысыздар, құрметті көрермендер. Басқаша әңгіме жобасының бүгінгі қонағы Рагима Рахманқызы. Рагима, біздің шақыртуымызды қабыл алып, біздің бағдарламаға келгеніңізге алғыс айтамыз. Рахмет. Рагима, бірден төтесінен бастайық. Қазақшаңыз өте жақсы, тәуір, жоғары деңгейде деп айтуға болады. Қазақ тілін қай жерде жүріп меңгердіңіз, қай жерде үйрендіңіз? Мен 1992 жылы Шымкент қаласында дүниеге келдім. 11 классқа дейін қазақ мектебінде оқыдым, қазақ мектебін бітірдім. 11 класстан кейін Астанада оқуға түстім. То есть университет заңгер бөлімінде, заңгер бөлімін бітірдім. Астанада 2010 жылы оқуды бітіргеннен кейін 2011 жылы Қарағандыға келдім. Қарағандыда бизнес ашып, бизнеспен дальше солай жұмыс істеп кеттім. Енді сол Астанада оқу барысында сіз қазақша оқыдыңыз ғой? Оқытушылар, айналаңыз қалай қабылдады сіздің? Бірақ енді түріңіз енді түркі тілдестер белгілі болып отыр. Сіз түрк қызсыз, е? Түркпін. Ақыска түрк. Ақыска түркпін. Ақыска түрк, е? Қалай қабылдады? Оқу орындағылар, басқалар, орта? Көп бұлай сұрақ болды, қайдан қазақ тілін үйрендің, қалай күшті сөйлейсің, өте жақсы сөйлейсің деп мұғалімдерді постоянно комплимент айтып, сөйтіп бұлай жақсы қабылдады. Басқа этностың да мемлекеттік тілді біліп тұрғаны бір таңғалатын дүние болмау керек секілді. Менің ойымша қазақ елінде өмір сүргеннен кейін, Қазақстанда туып өскеннен кейін қазақ тілін білу шарт. Қазақ болсын, басқа ұлт болсын, Қазақстанда тұрғаннан кейін қазақ тілін білу шарт деп ойлаймын. Енді осы жерде кішкене тарихи шегініс жасасақ. Ақыска түркіміз дедіңіз. Ақыска түркі кезінде көп қудаланған халық. Грузия жерін мекендеді. Олардың көп басым бөлігі. Қазақстанға келген әрбір этнос өкілдерінің түбін қаза бастасақ, 3-4 буын бұрын олар не болмаса тың игеру, целина дейміз, сол кезде келеді. Оның алдындағы сталиндік репрессиямен келеді. Оның алдында Столыпиннің реформасы бойынша келеді. Сіздің ата-бабаңыз бұл жаққа қандай тағдырмен келген? Репрессиямен келген біздің ата-бабаларымыз сүргін болып келген. 1944 жылы сүргін болып Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркия и Азербайжан мемлекеттеріне сүргін болып кеткен. Енді осы жерде кеңінен тоқталсақ, үлкендердің әңгімесін, аталарыңыздың көзін көрдіңіз бе? Көрдім, но уже есімде жоқ ата-бабаларым. Кішкентай, бала кезім. Енді әкелеріңіз, мүмкін анаңыз бір әңгімелерін айтқан шығар, ол кісілердің келген кезінде көрген қиындығын, басқасын айтты. Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Аталарыңыздың аты кім еді? Қандай баппен, қандай желеумен қуғындалды ол жақта? Саяси әлде бір? Саяси ғой, саясимен қуғын болып келген. Сол Сталин уақытында Сталин бөлген ғой барлығын. Атамның аты Морх, Иса болып келеді, Иса. Әжемнің аты Гулистан. Атам көкпармен айналысқан. Аттар көп болған атамның. Постоянно көкпар беріп, көкпардан ақша жиналғандарын жетім балдарға, жетім үйлерге таратқан. Атам да қазақша біледі, папам да қазақша біледі, әжем де, анам да. Барлығымыз қазақша білеміз. Сол келген кезде қазақ халқы оларды жергілікті халық қалай қарсы алған екен? Көмектесті, қазақ халқы көмектесті біздің ұлтқа.
Bizim ұлт репрессия кезінде үңгірде қалған. Үңгірде қалғаннан кейін қазақтар ұзақтан құртты лақтырған біздің түрік еліне. Солай көмектескен. Яғни үңгірден шығарған. Қазақ халқы, түрік халқыны сол үңгірден шығарған. Яғни оларды пойызбен әкеп болды жібере саған, қала, о баста қалада олар сіңбеген, иә? Бір жерде тауда мекен етіп, содан кейін барып пісіп тұр ғой, иә? Иә, орналастырмаған, үй бермеген, әкелгенді жібере салған. Жақсы қарсы алған, көмектескен, жұмыс берген, жақсы қарсы алған қазақ халқы, түрік халқын. Қазір сол сіздердің тарихи отандарыңыз енді Түркия елі деп, иә? О жақта туысқандарыңыз бар, иә? Барып тұрасыз. О жақтағы түріктер, қазақтар жайлы ойы қалай түріктердің? Түріктердің қазақтар жайлы ойлы өте жақсы. Әрқашан біздің ағаларымыз, біздің түрік тілдеріміз ұқсайды деп әрқашан жақсы қарсы алған. Қазақтар болсын түріктерді, түріктер болсын қазақтарды жақсы қарсы алған. Екеуі бір-бірінің арасында мейірімшілік бар. Проблема жоқ деп ойлаймын екеуінің арасында, екі ұлттың арасында. Енді жаңағы репрессия жағына қайтып келсек, ол кісілер бірден сол Шымкент, оңтүстік Қазақстан жеріне келді, иә? Оңтүстік Қазақстан жеріне. Жартысы Қазақстанға келген, жартысы Өзбекстанға, Қырғызстанға, Азербайжанға, барлығын бір пойызге салмаған. Сүргін кезінде вагон қылып басқа мемлекеттерге жіберген. Мысалы үшін менің әжемнің баласын басқа пойызге салып жіберген. Олар Өзбекстанға кеткен, ағасын басқа пойызге, ол Қырғызстанға кеткен. Солай бөліп салып жіберген. Енді Қарағандыдағы кәсібіңізге келейік. Өзіңіз дүкен ұстайсыз, иә? Иә. Қарағандыда демей ақ қояйық, Қазақстанда кәсіп ашу оңай ма? Кәсіп ашу кімге қалай? Егер сен желаниең болса кәсіп ашуға, соны істей аламын, жұмыс істей аламын деп ойласан, менің ойымша оңай. Тұтынушылар келген кезде, сіздің магазиніңізге келген адамдар дүкеніңізге қай тілде көп сөйлейді? Орыс тілінде көп сөйлейді. Ал егер сіз олардың сұрағына қазақша жауап берсеңіз? Апалар келеді, апалар орысша сөйлеп не қылғанда, мен қазақша жауап бергенде қуанады. Қазақ тілін білесің, айналайын деп бата оқиды. Қазақша сөйлейтін адам қасына барамыз деп тұрақты клиент болып кетеді. Жалпы сіздің ойыңызша қалай? Мен түрікпін, мен қазақпын, сен неміссің, сен кәріссің деп бөлінбей өмір сүру мүмкін бе біздің мемлекетте? Ол үшін не істеу керек? Менің ойымша қарапайым халықтар ешқашан бір-бірін бөлмейді, тату-тату өмір сүреді. Түркияға, туыстарға барып тұрам деп айттыңыз. Жылына бір-екі рет барасыз ба? Өзіңіз әйтеуір барып тұрасыз енді. Сол жақта қалып қойсам бекен деген ойлар болды ма? Болды, бірақ осы жерде жұмысым болғаннан кейін осы жерді таңдадым, Қазақстанды. Барғым кеп тұрса, жылда бір рет барамын. Қазақстан менің үшін туған жерім. Шымкент пен Қарағандыны салыстырсақ, қай қаластық сізге? Айырмашылығы қандай? Айырмашылығы көп. Шымкентте қазақтар болсын, басқа ұлттар болсын, олар ата-бабаларымыз қалай еді баста, солай. Бүтін қазақ дәстүрлерін сақтайды. Қандай адамдардан қашасыз, қандай адамдармен дос болғыңыз келеді? Жалпы өтірік айтатын адамдардан қашамын. Рагима, біздің бағдарламаға келгеніңізге басында да алғыс айтқам. Тағы да алғыс айтам, рахмет келгеніңізге. Құрметті достар, осымен басқаша әңгіме жобасының бүгінгі шығарылымы аяқталды. Әңгіме ұнаса, сұхбат ұнаса, пікір жазып, біздің каналға жазылып, видеомызды бөлісулеріңізді сұраймыз.